Сәлеметсіздер ме достар, сіздермен Айжан. Бүгін мен сіздермен больничный листті қалай толтыру керек, сонымен бөліскім келіп тұр. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Больничный листті сізге поликлиникадан гинеколог береді. Сізге жүктіліктің 30 аптасында 2 больничный лист береді. Біреуін сіз соңға тапсырасыз, біреуін өзіңізде қалдырасыз. Біз бүгін ЭСП мен декретке шығуды қарастырамыз. ЭСП жайлы бөлек видео түсіремін, ал бүгін біз больничный листті толтыруды үйренеміз. Больничный листтің сіз бірінші бетіне тиіспейсіз, сіз тек екінші бетін толтырасыз. Бірақ та больничный листтің бірінші бетінде жазылған мағлұматтарды сіз больничный листіңіздің екінші бетіне көшіресіздер. Енді қазір больничный листіміздің артқы бетін ашамыз. Біз бірінші беттегі мағлұматтарды жазамыз. Заңды тұлға атауы деген жерге самозанятая, жұмыс істемеді деген жерге ең бірінші бағандағы датаны жазамыз. Яғни ең бірінші 06.02.2021. Ол бірінші бағанда тұрған дата. Яғни сіз декретке қай күннен бастап шықтыңыз? Мен 06.02.2021 жылдан бастап 13 июньнің 2021 жылға дейінгі уақытта мен декреттік уақытта боламын. Яғни декреттік демалыста боламын. Білесіздер, біз 4 айға уақытты декреттік уақыт деп есептейміз. Және де біз қай уақытта жұмысқа кірісуіміз керек. Жұмысқа кірісті деген жердегі датаны көшіріп жазамыз. Яғни 14 июньда біз жұмысқа кірісуіміз керек. Енді бөлім басшысының қолы, табельдің қолы деген жерге ештеме жазбаймыз. Күні дата деген жерге қай күні толтырдық больничный листті, сол датаны жазамыз. Және де мөрі деген жерге без печати деп қолымызды қоямыз. Болды. Басқа артық информацияны біз жазбаймыз. Бірінші бағанда бізде самозанятая, келесі декретке қай күні шықтық. Екінші баған біз декретке қай уақытқа дейінгі уақытта боламыз. Және де жұмысқа қай күні кірісеміз. Және де мөр бар ма жоқ па соны жазамыз. Сіздермен бірге болған Айжан. Келесі кездескенше міндетті түрде лайк басып комментарий жазыңыздар.